Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерді жақсы көңіл-күй жаңа азығы тақырыбындағы семинар тренингімізге шақырамыз. Егер де адамның көңіл-күйі жақсы болатын болса, оған әрбір іс оңай беріледі. Біздің бұл тренингіміздің мақсаты топта сыйластық пен позитивті қарым-қатынас орнату. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық деп бәріңізді амандасу тренингімізге шақырамын. Кешегіндей емес, айналаңыздарға қараңыздаршы, мүмкін көңіл-күйі төмен немесе жалғыздықты сезінген адамдар бар шығар. Солардың көңіл-күйін көтеру үшін қалаған лентаны таңдап, өзіңіздің ыстық лебіздеріңізді білдіріңіздер. Олардың білегіне саған жақсы көңіл-күй сыйлаймын деп байлайсыздар. Бұмыз травма деп аталады. Травма қоғамдық көлік. Бірінші шеңбер болып отырамыз және бір адамның қасында бос орын қалады. Сол бос орынға қасындағы адам мен кетіп бара жатырмын деп отырады. Ал сол жерде қалған бос орынға екінші адам мен де кетіп бара жатырмын деп отырады. Осылайынан травмайды жүргіземіз. Енді жаттығуымызды бастаймыз, ауысып отырамыз. Көтерілді деп ойлаймын. Келесі шығармашылық тапсырма ол жақсы көңіл-күй иіскейді. Бұл тапсырманың мақсаты топтағы қарым-қатынасты нығайту. Сіздер өздеріңіз эскиз саласыздар және соны қорғайсыздар. Мына сурет арқылы көңіл-күйдің қандай болатынын айтамыз. Адамға гүл өте жақсы көңіл-күй сыйлайды. Бұл кесе әрине адамдарға көңіл-күй сыйлайды және олардың адамдарға тартады, көңіл-күйге тартады. Біз чемеда гүлін салдық және жарқыраған гүлін салдық. Бұл адамның жақсы көңіл-күй беруіне қатысты. Жақсы көңіл-күйді. Ашық күн ол адамның көңіл-күйін көтереді. Чемедақты есі жақсы күшті күн. Бізде келесі ойынымыз ол сиқырлы дорба ойыны. Бұл дорбаның ішінде неше түрлі ізгі тілектер жазылған. Осын ашып, бір-біріңе айтасыңдар. Саған сәттілік тілеймін. Ол әрқашан сізбен бірге жүреді және сенімді серік болсын. Өзіңіздің күшіңізге сеніңіз және кешегіден бас тартпаңыз. Әр күнді позитивті оймен және ризашылықпен бастаңыз. Өміріңізде болып жатқан барлық нәрсеге риза болыңыз. Оның бәрі тәжірибе. Оптимизм бақыт магниті. Егер сіз позитивті болсаңыз, сізді жақсы нәрселер мен жақсы адамдар қызықтырады. Бүгін сенімен бірге болғаным үшін мен өте көңілдімін және сабырлымын. Бүгін сенің күнің саған сәттілік тілеймін. Сен бүгін өзіңді жақсы жағына көрсететініне сенемін. Өз-өзіне сыйлық жаса, сен оған лайықтысың. Сізді қандай күн күтті?
күтіп тұрса да, оны күлімдеуден бастаған жөн. Мысалы, айнаға қарағанда өзіңізге күлімдеңіз. Күлкінің адамға пайдасы зор екенін естен шығармаңыз. Бізге келесі ол шоколад терапия деп аталады. Бұл жерде сіздер осы семинар тренингті не ұнады, қай жағымен қызық болды, сол туралы өз ойларыңызды айтып, ішіндегі кәмпитті аласыздар. Бүгін маған жақсы көңіл-күй эскизі ұнады. Біз топтасып сурет салдық, және көңіл-күй көтеретін суреттерді салдық. Сонысымен маған ұнады. Маған бүгін ұнағаны сиқырлы дорба. Себебі біз бір-бірімізге жақсы деген тілектер айтып, бір-бірімізді қуанттық. Құрметті достар, жақсы көңіл-күй формуласы ағзаның саулығы, ақылдың шынайылығы және жағымды эмоция мен сезім. Дене күтімді, ақыл қуанышты, позитивті жаттықтыруды қажет етеді. Күлкі көптеген аурулардың емі. Күлкі ағзада биохимиялық процестер жиынтығын түзеді. Ғалымдар 40 минут жайлану мен 5 минут күлуге кеңес береді. Сіздерге көтеріңкі көңіл-күй мен күлкі тілеймін.